Саламатсыздар ма? Енді ағзаға керекті йодтың мөлшерін талқылайық бүгінгі видеода. Жалпы йодпен айналысатын ғалымдардың саны әлемде көпте емес, 3000 жоқ деуге де болады. Солардың зерттеулеріне негізделініп, біздің академик Мұрат Тұрлыбеков мынандай қорытындыға келеді. Ағзаға күніне 2 грамм йод қажет. 2 грамм йод дегеніңіз ол 2000 миллиграмм. Ал егер микрограммға шағатын болсақ, 2 миллион микрограмм. Енді біздің өнімдерге келетін болсақ, сұйық нанойодымыз бір ас қасығында 9 миллиграмм йод бар. Егер оны күніне бір қасық тұтынатын болсаңыз, таңертең аш қарынға суға араластырып, онда ағзаңызға 9 миллиграмм барады. Егер түктен көрі, ештен көрі дегендей соны ішсеңіз де ол да жақсы. Бірақ негізі неғұрлым көп йодты қабылдайтын болсаңыз, соғұрлым тез емделесіз және денсаулығыңыз мықты болады қысқа уақытта. Келесі біздің йод, ол капсуланған нанойод, бір капсуласында 25 миллиграмм. 25 миллиграмм йодымыз, айтайық, мысалы, қалқанша безге күніне 50 миллиграмм йод керек. Әйел адамның емшегіне, омырауына 200 миллиграмм керек. Еркектің простатасына, болмаса жатырға 200 миллиграмм йод керек тәулігіне. Соның барлығын қосқанда шамамен 2 грамм йод керек екен біздің ағзамызға. Бірақ оған жеткенше қайда? Сол себептен еш болмаса осы капсуладағы йодты алып ішу керек. Бір капсуласы 25 миллиграмм. Егер 2 капсуладан ішсеңіз тіпті жақсы. Айтып едім ғой, 2 капсула 50 миллиграммды құрайды. Сонда біздің қалқанша безге керекті йод мөлшері 50 миллиграмм екен. Келесі өніміміз ол ұнтақ. Ұнтақтың ішінде бір шай қасығында 500 миллиграмм, яғни жарты грамм йод бар. Одан кейінгі қымбат, ең қымбат өнім ол премиум ұнтақ, оның бір қасығында 1 грамм йод. Әлемдік тәжірибеге негізделінетін болсақ, біздің арнамызда Жапонияның ұлттық құпиясы туралы бейне бар, соны қараңыздар. Сол бейнеде біз талқылап көрсетеміз. Тәулігіне жапондықтар 200 миллиграмм йод тұтынады екен. Өздері білмей оны. Себебі сол йодты бірталай белсенді биологиялық қоспаға бөліп өкімет салып берген екен да, сол йодты олар ішіп, денсаулықтары мықты болып, сол 1947 жылы бастаған жоба Жапония үшін осы күнге дейін неге алып келеді дейсіз ғой? Олардың орташа өмір сүру уақыты 85 жасқа келеді. Біздің өнімге келетін болсақ, ұнтаққа келетін болсақ, сонда жапондықтар жарты шай қасығын ішіп жүр ғой, сонда бір банкасы 2 айға жетеді бізден алатын болсаңыз. Ал енді емделуге керек мөлшер 500 миллиграмм кемінде. Сол себептен өздеріңіз шешіңіздер, қалтаңызға қарап аласыздар бұл нанойодты. Егер де сізге консультация керек болатын болса, осы телефондарға хабарласыңыз: +7 777 055 44 00, телеграм арқылы хабарласасыз. Болмаса басқа да желістерге хабарлассаңыз болады. Ол желістердің мекен жайлары біздің сайтымызда бар. www.yod.kz дейтін сайтта табасыз. Бағаларда сол жерде бар. Сізге енді айтарым, әбден жақсылап есептеңіздер. Бірақ енді 1 миллиграммның бағасын шағатын болсаңыздар, біздің мына бағаларға қарап, ең арзан 1 миллиграмм йод ұнтақта бар екен. Бірақ ұнтақ бір банкасы 160 мың тұрады 24 жылы. Ал орта баға ол капсуланған йод, 1 миллиграммы орта бағамен келеді. Ал ең қымбаты сұйығы. Бірақ сұйығы банкасы ең арзан, орта баға осы капсуланған йод, ең қымбаты ұнтақтағы. Соның қарама керісінше келеді да, қараңыз. Банкасы қымбат болған сайын ішіндегі миллиграмм йоды арзан болады екен. Ал сұйық ішіндегі миллиграмм йод аз болған сайын өз арзан болса да, бірақ миллиграмм йодтың өзінің шаққанда өз бағасы ең қымбат болып шығады екен. Сол арнамызда қалыңыздар. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар.